Сәлем, қайырлы күн достар. Сіздер борщ тамағын білесіздер ме? Жалпы борщ тамағын біздің үйде ата-енем өте жақсы көріп ішетін тамақтардың бірі. Сонымен бірге өзімнің жасайтын борщ тамағымның бүгін рецептін бөлісетін боламыз сіздерге. Алдымен қызып тұрған майымызға туралған пиязымызды, осылай етті морозилктен шығарған екен турамай салып жатырмын. Одан кейін оның үстінен картопты және сәбізді салып жақсылап қуыратын боламыз. Егер де борщтарыңызды қызыл түстес болып, солай болып шығуын қаласаңыздар, мен бір дана ғана қызылша қосып жібердім. Егер де сіздер қызыл болып шығуын қаласаңыздар, үшеуін қоссаңыздар болады. Мен дәмін беру үшін, түсін келтіру үшін осылай бір дана қызылша турап салып жібердім. Етті кішкене қайнап піскеннен кейін турап қоятын боламын ішіне қайтадан. Осылайша барлығын салып, қызарғанша қуыратын боламыз. Оның үстінен туралған капустамызды салып, оны да біраз уақыт қуырып аламыз. Кішкене капустамызды өлтіріп қуырғаннан кейін ғана үстінен суымызды құятын боламыз. Достар, менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Каналымда 300-ден астам өте көп рецепттер көп. Үй жағдайында жасалатын түрлі пісіріктер, банка жабу, варенье болсын, икралардың түрлері барлығымен бөліскемін, қарап жасап көрсеңіздер болады. Осымен енді капустамызды салып алған екен, барлығын жақсап араластырып, татымына қарай тұздарыңызды, қара борщ, қызыл борщ салсаңыздар болады. Мен тұзымды салып алып, тағы да кішкене уақыт қуырып алатын боламын. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша томат қоссаңыздар болады. Томат болмаса, осылай қызылшаның біреуін турап жіберсеңіздер, тамақтарыңыздың дәмін кетіріп, әрі реңін беретін болады. Осылайша барлығын қуырып алғаннан кейін оның үстінен суымызды құятын боламыз. Суымызды құйып, біраз уақыт қайнататын боламыз. 1 сағат көлемінде жай отпен бір қайнап шыққаннан кейін жай отпен қайнататын боламыз. Менің борщ тамағым дайын болып қалды. Достар, көріп тұрғандарыңыздар өте керемет. Егер де қып-қызыл болуын қаласаңыздар, қызылшаның 2-3-еуін қосып жіберсеңіздер, одан да керемет болады. Мен қызылшаны өзім ұнатпағаннан кейін тек бір ғана данасын қостым. Егер де менің борщ жасау тәсілім сіздерге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, қоңырша белгісін басып қойды ұмытпаңыздар. Өздеріңіздің де тамақты жасау рецептеріңізбен комментарий бөліміне бөлісіп кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.